1-шілдеден бастап отбасылық тұрмыстық қарым-қатынастардағы жауапкершілік күшейтілді. Толығырақ сюжетте. Отбасылық тұрмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алуға үлкен назар аударылады. Жыл сайын елімізде отбасышілік жанжалдардың алдын алуға бағдарланған 16 күн зорлықсыз акциясы өтуде. Алдын алумен тек құқық қорғау органдары, қоғамдық ұйымдар ғана емес, соттар да айналысады. В рамках профилактики семейно-бытовых отношений со стороны суда. Отбасылық тұрмыстық қарым-қатынастардағы жанжалдардың алдын алу аясында сот тарапынан лауазымды тұлғаның немесе жәбірленген тараптың отбасында орын алған жанжалдың салдарынан ер адамның жұбайына келтірген түрлі зиян түрлеріне қатысты, мәселен, ұрып-соғу, мұрнын сындыру, із қалдырмай ұру сияқты өтініштеріне қатысты өндірісті сот тағайындап жүзеге асырады. Ол 20 жылдың жаңашылдығы. Бұрын не лауазымды тұлға, не жәбірленген тарап өтінетін шектеулер болатын. Қазіргі таңда құқық бұзушының мінездемесіне, іс-әрекетіне байланысты талаптарды сот қоя алады. Көбінесе отбасы жанжалына әкелетін алкогольді ішуге тыйым салады. Ерекше талаптар 3 айдан 1 жылға дейін қойылады. Сонымен қатар отбасы жанжалын туындатқан тұлғаға міндеттеме жүктеледі. Айына учаскелік инспекторға 1-ден 4 ретке дейін алдын алу әңгімелерін жүргізу түрінде міндеттеме қарастырылады. Биылғы жылдың 1-тоқсанында мұндай талаптар 10 бұзақыға қатысты қойылған. Негізінде ол алкоголь ішуге тыйым салу, өйткені соның салдарынан күш жұмсап отбасы жанжалдары туындайды. Айрықша талаптарды орындамау үшін жауапкершілік әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің 669 бабы бойынша туындайды. 1-шілдеден бастап ол күшейеді. В основном это коснулось взыскания в виде. Негізінен әкімшілік қамауға қатысты өндіру. Баптары әртүрлі. Өндіру мерзімі шамамен 1 тәуліктен 15 тәулікке дейін. Ал 1-шілдеден бастап осы минималды және максималды мерзім алынады, орнына 1 мерзімдік кезең өндіріледі. Мәселен, бұрын 5 тәулікке дейін болса, қазір 5 тәулік. Яғни, анасымен, жұбайымен, тұрып жатқан әйелімен ұрсысып қалса, сот 1-ден 5 тәулікке қамауға тағайындайды. Дейін деген жоқ. Бұл отбасындағы дөрекі сөздер үшін, денсаулыққа келтірген зиян үшін, соғу үшін қолданылатын уақыт 5, 10 және одан көп тәулік. Учаскелік инспектор жанжал бойынша шақыртуға келген кезде, ол тұрмыстық зорлықтың алдын алу заңы аясында 20 бап бойынша ол 30 тәулікке қорғау ұйғарымын жазады. Ол құқық бұзушыға дөрекі сөйлеуге, психикалық және дене зияндарын келтіруге болмайды деген сөз. Осы қорғау ұйғарымын бұзу үшін 5 тәулікке дейін қамау қарастырылса, 1-шілде 2023 жылдан бастап 10 тәулікке дейін қамауға алу қарастырылады. Әйелдерге күйеулері өтініш жазатын жағдайлар да жеткілікті. Және 30 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі айыппұл, яғни 103.500 теңге салынады. 669 бап бойынша қазіргі таңда 7 тәулікке дейін қамау немесе 5 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі айыппұл қарастырылса, 1-шілде 2023 жылдан бастап тек 10 тәулікке қамауға алу қарастырылады. Бұзушылық қайталанса, 20 тәулікке қамауға алу қарастырылады. Сонымен 1-шілдеден бастап отбасылық тұрмыстық қарым-қатынастар саласындағы құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік күшейтіледі. 1-ден бірнеше баптар бойынша айыппұлдар артып, әкімшілік қамаудың мерзімі де ұзартылған.